пайда болады. Екеуін араластырсаңыз өз ертеңізде қазір біртіндеп келіп осыны алсаңыздар, ішіне таңдасаңыздар. Қатарынан келіп ала беріңіздер. Екі сөз еркелету, екі сөз сипаттау болса да болады. Ана экран алдын жауып тұра тұрсақ болады. Ғажап. Иә? Ғалым деген сенің балаң болашақта ғалым болады. Ғажап өз маманың егесі болады деп ойлаймын. Тамаша. Келесі. Кел ұлдана. Ақылды болсын, айбатты болсын, абыройлы болсын, адамгершілігі мол болсын. Тамаша. Айбет. Оқығанды жақсы көреді. Арасында сурет ала береді. Ойнағанды жақсы көреді. Иә. Озат оқушы. Тамаша. Сізде қандай шықты? Мейірімді, мықты жігіт. Оны қалай еркелетесіз? Махаббатым, мақтанышым, иә. Ал келесі. Сипаттау етмесін, еркелету етмесін. Роза екеуінен айтсын. Мен балдарым әдемі жігіт болсын, әдепті болсын, әділ жігіт болсын, еркелеткенде әсем болсын десем қыздар. Табірен асылайын, Борба дейді. Мен балдарым батыр болсын, өскенде бақытты болсын, балалық шағы жақсы өтсін деп тілеймін. Және балдарым балапаным деп еркелетем, ботам деп еркелетем. Келесі текст. Ал сипаттау етіңіз. Тамаша жоқ. Еркелетуге ойланса кетіп тұрмасыңыздар. Арасында енді шынымен күрделі өмірде болсын, кішкене сіздер ойлансыңдар. Рухты болсын. Тамаша. Қатылымға метеді, басарым бар, айтарым. Немесе өзін-өзі дамыту үшін басқа шынайы өмірде дос жоқ, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау үшін үлкендерде балаларды пайдаланады. Ал енді бізде осы 6 қызметтің ішінде білім алу үшін телефонды пайдаланатын адам аз. Көңіл көтереді, болмаса фильм көреді ересін балаларымызды. Бала не осы интернет бізге несімен тартымды? Кішкентай бала үшін көресіздер, 4-5 жасар балаларда блогерлер шығып жатыр қазір. Соның ата-анасы блогер деп атайды ғой, блогер емес олар. Мәз соның қисынсыз айтқан әңгімесіне, болмаса әніне, биіне мәз болып, өзін-өзі дамытуына жол ашады. Жаңа бейнелер жасайды, ақпарат алмасады, дербестік қалыптасады екен.
Ал енді осының қауіптілігі, сіз білмейсіз қандай сайттарда не келіп жатқан, онлайн ойындар, рекламалар, балаңызға қолыңызға телефон алғанда бала түгіл өзіңіз шошып қалатын рекламалар шығып жатады. Қасыңызда адам болса алып, телефоныңыздың бетін жауып, не болмаса жылдам жауып қоюға асығасыздар. Соның бәрі баланың ол қай жаққа шақырып жатқанын білмейсіз сіз. Ал жаңағы теріс тұстары, денсаулық мәселесі, оның ақыл ойын дамуына кері тигізетін әсерін айттым. Ал енді бала телефонды қолданғанда, ол қандай сайттарды көріп жатыр, қандай тақырыпта материалдар көріп жатыр, ол нені көріп жатыр, неге қызығатын ең бірінші біз білуіміз керек екен. Ал енді сіздің балаларыңыздың осы жастағы балаларға қауіпсіздік бойынша кеңестер тақтада тұр. Балаларды жеке өзін қалдырмауға кеңес береді интернетпен. Сосын электронды пошта сайт арқылы ақпаратты ашу алдында сіздерге кеңес үйретіңіздер. Қазір телефонның өзінде неше түрлі хабарламалар келіп жатыр. Каспи бассаңыз, подробно бассаңыз мынандай нәрсе шығады. Интернетте мынандай нәрсе жіберсең сенің бар нәрсеңді біліп алады деген сияқты. Ол баланың жеке өзінің телефоны болмауы мүмкін, сіздердікі болуы мүмкін. Сол кезде сіздердің ақпараттарыңызды екінші бір адамды алып киберқауіпсіздікке ұшырауыңыз мүмкін. Ал енді үлкен балаларыңыз болса, кеңестерге құлақ түріңіздер. Ешқашан баланың осы өмірде емес, виртуалды әлемге жол ашуына мүмкіндік бермеңіздер. Бала сіздердікі, ол қазірден сізбен сөйлеспесе, оны қандай сабақ оқып жатыр, қайда барып жатыр, не істеп жатыр, соны білмесек, біз оның болашақта қандай адам болатынын білмейміз. Ал енді сіздердің балаларыңыз бірінші класс баланың өміріндегі ең қиын кезеңнің бірі. Бірінші класс, 5-ші класс. Осы балада ең қиын тұрған кезең және 10-шы сынып болып табылады. Ол неге? Себебі біздің баламыз ойын баласы күлгін болмаса алқызыл деп айтамыз. Сосын қызыл, сосын қара, қызыл деп түстері бойынша оқимыз. Ал кет. Жазылу бойынша оқимыз. Бірінші екі бөлікті. Жоқ. Сөзбен оқы. Қоңыр, сары, күлгін, маркер керек болса. Қоңыр, сары, жасыл, қоңыр, сары, күлгін, көк, жасыл, қара, жасыл, сары, күлгін, қызыл, қоңыр, жасыл, сары. Күлгін, қызыл, жасыл деп кете береміз. Күлгін, жасыл, күлгін, қызыл, жасыл, көк, сары, күлгін, қара, жасыл, сары, сұр, қара, көгілдір, сары, қызыл, қоңыр, сары, күлгін, көк, жасыл, қара, жасыл, сары, көгілдір, күлгін, қызыл. Ал енді оларға Сіз қарсы өтіп жасыл, күлгін, қызыл, қара, қызыл, сары, көк, жасыл, қара, қызыл, қара, жасыл, қызыл, көк, жасыл, сары, қара, қызыл, сары, қара, қызыл, күлгін, жасыл, көк, қара, қызыл, сары, қара, қызыл, күлгін, қызыл, сұр, күлгін, жасыл, қара, сары, қызыл, қара, сұр, қызыл. шатасқан жоқ, бұл кісі. Демек, бұл кісінің оң және сол менің жарықшағында жақсы жұмыс істейді екен. Ал жазира сіздер сәл шатасын болды, иә? Ал енді оң қолмен жұмыс істеген ыңғайлы ма, сізге сол қолмен ба? Демек, сізде оң жақсы жұмыс істейді екен. Осындай сияқтылар балалар, біз балаларға ұстамыз, неге оқымайсың, неге меңгермейсің, неге есте сақтамайсың деп. Біз олар түгіл біздің өзіміздің шатасатын кездеріміз болады екен. Ал енді сол екі жақтың менің жарты-жарым жұмыс істеу үшін біз жаттығу жасайықшы қазір. Балаларыңызға өздеріңіз жасап отырыңыздар. Мен капитан дегенде оң қолымды шекеме қоямын. Окей дегенде оң қолым окей белгісін беру керек. Кән бірге жасаймыз. Капитан, тез, капитан, окей. Капитан, окей. Капитан, окей. Капитан, окей. Капитан, окей. Капитан,
Окей. Әрқайсыңыз әртүрлі істеп отырсыздар. Бұл жерде біреулер көру арқылы қабылдағанды жақсы көреді. Жаңа мен қолымды былай жасадым, осылай жасап жатқандарыңыз бар. Мен қолымды ауыстырғанда ауыстырмай, басқа кезде естулеріңіз арқылы ауыстырып жатсам, мен қарасаңыздар, кейде қолымды ауыстырған жоқпын. Ол біздің кейбір балалар ақпаратты көру арқылы есте сақтайды, кейбіреулер есту арқылы есте сақтайды. Енді кейбір балалар ұстап бір нәрсе әңгіме айтқанда бүйтіп ұрып әңгіме айтатындар, олар кинестетиктер болады. Ол сол нәрсе, мысалы үшін ағашта алма өсіп тұр дегенде, ол сол сіздің алма өсіп тұрғаныңызды ол сүйретіңіз көрсеткен қамылдамайды. Ол сол алманы ұстап көрсе, жақсы меңгереді деген нәрсе. Ал енді кейбіреулер есту арқылы жақсы әңгіме есте сақтайды. Апайы болсын, жолдастары болсын, бірінші бір сабақ айтқандықта қайтарып тез айтып беретін балалар, олар аудиалдан есту арқылы. Ал енді көрмесе қабылдамайтын. Мысалы үшін, мына жерде не айтсақ болады? Компьютер дегенде, мына жақта компьютер, мынаны көрмесе қабылдамайтындар, бұлар визуалдар. Міндетті түрде оған көрсетуіңіз керек, міндетті түрде оның сұлбасын жасап беруіңіз керек, сол кезде бала түсінеді. Осы сабақты меңгеруінде аудиал-визуал кинестетикалық үшеуінің рөлі ерекше болады. Ал сонымен қатар біз балалар, ата-аналар кешіріңіздер, балалар деген қаппыз бар. Сонымен қатар біз балаға тәрбие беру, баланы сабақ оқыту кезінде мына жаққа қарасаңыз